Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біз математика сабағына қош келдіңдер. Сандарды қосу және азайту, сандардың қосындылары мен айырмаларын оқисыңдар және жазасыңдар. Олардың мәнін табасыңдар. Қосу және азайту белгілері суреттегідей болып жазылады және теңдік. Сурет бойынша неше сөзін пайдаланып сұрақтар құрастырыңдар. Бірінші, біздің қыздар, ұлдар құрастырған сұрақтарға мән беріңдер. Неше тарелка? 6 тарелка. Неше пицца? 8 пицца. Сандарды теңдей 3 қосылғыштың қосындысы түрінде жаз. 60, 20 ондықтармен жазған. 30, енді дәл осыны да ондық сандармен жазамыз. Ойланып көрейікші? Міне, достар, дәл осындай ондық пен жазылады. Көшіріп жазып алыңдар. Және мына берілген тапсырманың орындалуына мән беріңдер. 50 азайту 10 тең 40. 60 азайту 10 тең 50. Дәл осылай етіп, өздеріңнің дәптерлеріңе көшіріп алыңдар. Топтық жұмысқа мән берейік, балалар. Бір бағанның мысалдарын есепте, сыныптасыңмен дәптеріңді алмастыр, тексер дейді. 5 азайту 20 тең 10 болады. Сол секілді 30 қосу 60. Дәл осыны орындаймыз. Кәне балалар, жарайсыңдар, ойланыңдар. Тақырыпқа сәйкес бұл жауаптары дәптерлеріңді ашып тексеріп көріңдер. 20 қосу 50 тең 70-ті құрайды. Балалар, сендерге үй тапсырмасын беремін. Бүгінгі математика сабағы осымен аяқталды. Үй тапсырмасын орындап, жауабын комментарийге жазыңдар. Сау болыңдар, жарай ма? Каналға тіркеліп, ұнаса лайк басып қойыңдар. Сау болыңдар.